Сәлем балалар, математика пәнінен 109 сабақ 11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырма қарайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, әрбір саяхатшы қанша таяқшадан әкелгенін сана, сандарды ата дейді. Балалар, суреттен кімдерді көріп тұрмыз? Саяхатшыларды көріп тұрмыз. Жақсы. Олардың қолдарында нелер бар екен? Жақсы, дұрыс айтасыңдар, қолдарында таяқшалар бар екен, балалар. Жақсы, енді балалар бізге айтады. Қайсы саяхатшының таяқшасы көп? Сандарды өсу ретімен ата, сандарды бірге арттыр, сандарды бірге кеміт, осы сандардың көршілерін ата дейді. Балалар, бірінші суретте неше таяқша? 10 және 2. Барлығы балалар 12. Келесі суретке қараймыз. 10 және 4. Барлығы 14. Жақсы. Келесі суретте 11 таяқша бар екен. Жақсы. Балалар, енді осы сандарды өсім ретімен айтайық. 11, 12, 14. Енді осы сандарды бірге арттырып және бірге кемітейік. 11-ге 1-ді арттырсақ 12 болады. Ал кемітсек 10 болады. Жақсы, балалар. 12-ні бірге арттырсақ 13 болады, кемітсек 11 болады. 14-ті бірге арттырсақ 15 болады, кемітсек 13 болады. Ал енді балалар, осы сандардың көршілерін атайықшы. 11 санының көршілері 10 және 12. 12 санның көршілері 11, яғни алдында тұрған сан 11, артында тұрған 13. 14 санның көршілері 13 және 15 сандар. Балалар, жарайсыңдар. Олай болса, екінші тапсырма қарайық. Балалар, бізде есепте делінген. 14-тің бірге қосындысы нешеге тең? Яғни бірлікке бірлікті қосамыз, ондықты жазамыз. Сонда 15. Келесі 14-тен 14-ті азайтамыз. 0. Кез келген санды өзіне азайтсақ 0 шығады екен. Жақсы. Келесі 14-тен 0-ді азайтсақ 14 шығады. Келесі 14-тен 1-ді азайтсақ 13 шығады. 16-ның 6-ға азайтындысының мәні балалар 10-ға тең. 20-ның 2-ге айырмасының мәні балалар 18-ге тең. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі үшінші тапсырма қарайық. 20-ға дейін жұптап сана, сандарды өсу және кему ретімен жаз ет. Балалар, 20-ға дейін жұптап санайық. 2, келесі 4, келесі 6, 6-дан кейін 8, 8-ден кейін 10, 10-нан кейін балалар 12, 14, 16, 18, 18-ден кейін 20 саны. Жақсы, балалар, енді осы сандарды кему ретімен айтайық. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 6, 4 және 2. Балалар, жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, балалар, 4-ші тапсырма қарайық. 4-ші тапсырма. Салыстыр. Балалар, 10-ның 9-ға қосындысы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, 19-ға тең. 10-ның 3-ге қосындысы нешеге тең? 13-ке тең. Балалар, қайсысы артық? 19 артық па, әлде 13 артық па? 19 артық. Дұрыс айтасыңдар. Келесі 14-тің 2-ге азайтындысының мәні нешеге тең? 12-ге тең. 20-ның 2-ге айырмасының мәні балалар 18-ге тең. Қайсы артық? 18 артық екен. Дұрыс айтасыңдар. Келесі 18-дің 2-ге қосындысы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, 20-ға тең. 20-дан 8-дің азайтындысы балалар 12-ге тең. Қайсы артық? 20 артық екен. Жақсы, балалар. Келесі 10-ның 2-ге қосындысы балалар 12-ге тең. 15-тің 3-ге айырмасының мәні 12-ге тең. 12, 12-ге тең екен. Жақсы. Келесі 10-ның 7-ге қосындысы балалар 17-ге тең. 19-дан 2-нің айырмасының мәні нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, 17-ге тең. Ал 17, 17-ге тең екен. Жақсы, балалар. Келесі есепке қараймыз. 20-ның 9-ға айырмасының мәні балалар бізде 11-ге тең. 10-ның 1-ге қосындысының мәні балалар бізде 11-ге тең. Жақсы, балалар, 11 бізде 11-ге тең екен. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, 5-ші тапсырмаға қарайық. Кел ойнайық. Санның орны мен қатарын жасыр. Бұл санды тапқан бала төмендегі жоспар бойынша сол сан туралы айтып берсін. Балалар,
бір таңбалы сан. Санның көршілері 4 және 6. Біз қандай санды айтып тұрмыз? Жақсы, жарайсыңдар балалар. 5 санын айтып тұрмыз. Жақсы балалар. Келесі балалар. 2 таңбалы сан. Санның құрамы 10 және 6-дан құралған. Ал санның көршілері 15 және 17. Қандай санды айтып тұрмыз? Жарайсыңдар балалар. 16 санын айтып тұрмыз. Жақсы балалар. Келесі. Бір таңбалы сан. Санның көршілері 7 және 9. Ал балалар, біз қандай санды айтып тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы балалар. 8-ді айтып тұр екенбіз, иә? Жақсы, ары қарай балалар, өзіміз осылайша ойын ойнаймыз, иә балалар? Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар балалар.